қалайсыңдар? Бүгін 84-ші күн. Айта кетейін, мана техниканың неге ол орындалып кетуі мүмкін? Когда сен жазған кезде не үшін ол орындалады? Прям таң қаласың, қалай орындалып кетті? Ё-мо, деп өзің кәдімгі қуанасың да, жаза бергің келеді сол нәрсені. Енді оның сиқыры мынада. Сен жазған кезде, допустим, сенде бір проектпен бір сделка болайын деп жатыр, или бір нәрсе болайын деп жатыр, или сенің айлық түсетін күнің, или айлықтың көтеретін күнің, бастықпен кездесетін күніңді, сондай күндер болғанын біле тұра, жоспарда бар екенін біле тұра, сен жазасың, я особенно хочу осылай, допустим, маған карточкеге бүгін 150 мың түскенін деп, допустим, да. Бірақ оны жазасың қай кезде, когда сен бүгін біреумен сделка болайын деп жатыр, или айлық жөнінде біреумен келісейін деп жатырсың, сол кезде. Енді қара, ол техника не істейді? Просто сенің саған келатқан ақшаны қашырып бермейді. Яғни сен ойлайсың ғой, допустим, саған біреу 20 мың теңге аударып жіберу керек, допустим, сосын ақша саған түспей қалады. Сен пландағайсың, қара, 20 мың теңге біреу аударып жіберу керек, бүгін кешке аударамын деді. Так, сен ақша түспей жатыр, сен ақшаны пландап бастайсың. Айтады ғой, жоқ ақшаға план құрма деп айтады. Потом ол ақша саған каким-то образом түспей қалады, дұрыс па? Ол түспей қалады. Потому что сол үшін айтады, жоқ ақшаға, айтады ғой, сиырдың пока неткенше бұзауға бірдеңе істеме деген. Үшін мақал деген жетеді. Мақал мәтел деген ұрып тұр оған қатысты. Ол мақал мәтелдер бостан бос шықпайды. Яғни ол бір статистикаға жүгінеді ғой олар. Енді қара, сен просто келе жатқан ақшаны қашып жібермейсің, үркітіп жүрмейсің. Ақша саған келе жатады. Любом случае күнде ақша келе жатады. Сен просто оны бір кезде үркітесің, бір кезде қашырып аласың, а бір кезде сен просто ұмытып кетесің, саған просто ақша түсе салады. Да? Вот сол кезде сен просто ақшаны өзіңе қарай тартасың. Сен айтасың, я особенно хочу осылай болған дейсің. Сен план құрмайсың, но сен осылай түссе екен дейсің, болды. Сен бетем деп құртсамайсың, потом түсіп қалғаннан кейін ойбай деп түсіп кеттім ма деп өзің таңғаласың. Вот осы техниканың негізгі әсері осы. Сен просто болайын деп жатқан нәрсені қаша жүрмейсің, болайын деп жатқан нәрсені үркітіп жүрмейсің. А ол обстоятельства болады. Біз қалай үркітеміз? Мана айтқандай пландаймыз, бүйтеміз, бүйтем, ақша түсіп жатса бүйтем, қазір 20 мың түседі, кешке оны сен құртсайсың. Пландаған нәрсең болмай қалады, дұрыс па? Вот сол нәрсе. Просто ақшаны үркітпеу керек, ақшаны өзіңе тарту керек. Ол не только ақша, потому что қалған нәрсені байқамай қалу мүмкінсіңдер, ақша прям түсесіңдер ғой, ал 50 мың деп қаладың, 50 мың теңге түсті деген сияқты. Бүгінгі сол ой осы, техниканың негізгі қалай орындалу барысы ғой. Оны әлі де зерттейміз, әлі де көреміз алда уақытта. Келесі челлендж осы болады ғой енді, но как челлендж ретінде қалдырмаймын, оны бүйтем деп, но как соны қолданамын. В общем, давайте 84-ші күнді аяқтаймыз. Бүгінгі күннің ойы осы. Жасаңдар, көріңдер, минимум 7 күн көріңдер. Дальше жасап көтересіңдер болады. Ну, сендер реалитет жасайсыңдар. Давайте.